Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Сіздермен бүгін осындай керемет қытырлақ хворосты бірге жасайтын боламыз. Видеома тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазамын. Жұмыртқаны сындырып, жұмыртқаның сарысын қосамыз. Қант, жақсылап араластырып, шым-шым тұз, кішкене сүт. Бұл жерде бір қасық уксус қосуға болады. Ол хворостың андай бүдірлік болмауына жол бермейді. Ұнды қосып, жақсылап араластырып, қамыр елейтін боламыз. Қамырды 30 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дем алып бітті. Енді оны 3 бөлікке бөліп, жақсылап ұнға аунатып жаямыз. Қамырымызды неғұрлым жұқа қылып жайып шығамыз. Арасын 4-5 сантиметрдей қылып кесіп шығамыз. Ыдысымызға молырақ сұйық майды құйып, қыздырып қуыратын боламыз. Осылай таяқшаға айналдырып қуырамыз. Отымыз орташа болу қажет. Хворысымыз жанып кетпесін. Бұндай хворысты міндетті түрде жасаңыз. Өте керемет болып шығады. Вилканың көмегімен орап шығып, содан кейін зубочистканың көмегімен ашылып кетпес үшін қыстырып қоямыз. Сонда ашылмай, әп-әдемі қуырылып шығады. Жылдам піседі, қамыры жұқа болғандықтан осылайынан тез-тез бәрін қуырып шығамыз. Ал хворысымыз дайын болды. Қант пен суды ерітіп, қантқа батырып, үстінен кішкене макпен әсемдетсеңіз де болады. Сахарны пудра қолданып, үстінен сеуіп, өте керемет қытырлақ болып шығады. Ал сізге видео ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Видеоның дамуына қатты әсерін тигізеді. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.